Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер, игі жақсылар, отандастар. Өздеріңізге белгілі Түркістан қаласы облыс орталығы болғалы бері көркею үстінде. Көптеген ғимараттар салынып жатыр, көптеген азық-түліктер дүкендері салынып жатыр, фирмалар ашылып жатыр, халық та соған жараса көбею үстінде. Соның бірі 20 наурыз бүгін 2021 жыл Түркістан қаласында Риксис қонақ үйінің ішінде Магнум сауда орталығы ашылды бүгін. Сол ашылу салтанатына куә болып, бүгін сіздер үшін соның ішіндегі азық-түлік, әртүрлі тауарлардың бағасын назарларыңызға ұсынуға бүгін бел буып келіп отырмыз. Керегін сіздер алыңыздар, сіздерге игіліктеріңізге бір пайдасын тигізеді деген ниетпен бүгін түсірілімізді Магнум сауда орталығынан бастаймыз. Құрметті көрермендер, келе жатқан ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Қазір сіздерге Түркістан қаласындағы Риксис қонақ үйінің ішінде жаңадан ашылып жатқан Магнум сауда орталығына қазір кіретін боламыз. Соның ішіндегі бағаларды қазір назарларыңызға ұсынамыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, қазір біз Магнум ішіне кіріп бағасын бірге сараптайтын боламыз. Біз Магнумның ішіндеміз. Магнумның ішінде алма, алмұрт, картошка, сәбіздердің қатарына келсек, бағаларды түсіретін боламыз. 579 теңге алма. Польша алмасы 499 теңге. 689. Иә, ағайындар, әртүрлі бағада сортына байланысты алмұрт, алма бағалар көрсетілген. 1000 теңге, 1835 теңге әртүрлі жерден келген алмұрттар бағасы. Қырыққабаттар, яғни капуста Магнумдағы бағасы 89 теңгеге сатылып жатыр. Одан кейін асқабақтың түрлері, онда сорты бөлек сияқты бағасы 505 теңгеден сатылып жатыр. Сары түсті асқабақ. Одан кейін кешіресіздер қызылша 179 теңге. Қызылша бағасы 179 теңге. Қызанақтар, қып-қызыл қызанақтар. Екі түрі бар екен қызанақтың, келген жерлері бөлек. Біреуі 1615 теңге, екіншісі 799 теңгеден. Әртүрлі өлкелерден келген, яғни көкөністер қатары әртүрлі бағада сатылып жатыр, келген өлкелеріне байланысты. Жұмыртқаларды әртүрлі 779 теңге, 569 теңге. 15 штук бір лотокта 779 теңге екен. 13 штук, 10 дана 569. Қиярлар бар екен көкөністер қатарында. Екі түрлі қияр 799 теңге бағасы. 1 килограмм бағасы. Қазақстанда өсірілген. Қазір көреміз.
сәбіз бар екен, жуылмаған сәбіз. Бағасы 175 теңге. Bir келісі. Павлодарлық сәбіз екен. Жуа, яғни пияз, жуа әр өлкеде әртүрлі айтылады. Бағасы 112 теңгеден килограммы. Және картоп 109 теңгеден килограммы. Қазақстанда өсірілген деп көрсетілген. Және көкөністердің сырттан келген витамин көкөністерді назарларыңызға ұсынамыз. 1059 теңгеден ананас. Одан кейінгі мына бір 839 теңге дейді. Және апельсиндерге назарымыз салайық. Қай өлкеден келген жазылмаған, бірақ бағасы 849 теңгеден көрсетіліп тұрған бағасы. Екінші мына апельсинге ұқсайтын үлкен бір апельсин тектес жеміс 755 теңгеден сатылуда. Сонымен қатар жүзімдерде түрмен ветеринаға қойылған 2109 теңгеден мына қара түсті жүзім, мына қызғылт түсті үлкен жүзім Қытай өлкесінен келген 1799 теңге келісі. Және әртүрлі жүзімдер бар. Мына бір бақылажан, қазір бағасын көретін боламыз. 1739 теңгеден келісі сатылуда бақылажанның. Мына бір капуста түрі 915 теңге килограммы. Морской капуста деп айтылады, әркім әртүрлі айтады бұны. Мінекей алдарыңызда банан жемісі килограммы 399 теңге, 719 теңгеден сатылған екен. Қазіргі бағасы 399 теңге. Арзан бағада, керемет. Бананның килограммы басқа магазиндерде, басқа дүкендерде 600 теңге, 700 теңгеден сатылып жатыр. Ал бұл жерде 399 теңгеден. Міне майлар қатарына келдік. Оның біртіндеп күнделікті қолданатын майларды керек-керегін түсіріп кетейік. Немесе бұл жерде көптеген түрлері бар. Майларының оның барлығын түсіре беретін біздің уақытымыз жоқ. Міне 5 литрлік олейна майы 3649 теңгеден сатылып жатыр. Мына бір олейна 1459 теңгеден. 2 литрлік олейна 1459 теңгеден сатылып жатыр. 2 литрлік олейна майы. Бұл күнделікті қолданатын біздің ас тамағымызға арналған пісте майлар маслозавод дейді. Бұл үйдегі жеңгелеріміз біледі. Бұның бағасын да көріп кетейік. 1 литрлік маслозавод 545 теңгеден сатылып жатыр. Күнделікті қолданатын тамақтың майы. Күнде қолданатын маслозавод, завода күнбағыс майлары 5 литрлік ыдыстағы 3719 теңгеден сатылып жатыр. Завода майы, маслозавод да осы бағамен бірдей 3719 теңге. Бізде бір күнбағыс майында түсіріп кетейік. 679 теңгеден 1 литрлік май. 5 литрлік май 3399 теңгеден сатылып жатыр. Макарон өнімдерінде түсіре кетейік. Мына бір сұлтан лағман, сұлтан макароны дейді. 217 теңгеден сатылып жатыр. Мына бір лағман түрлері 217 теңгеден. 227 теңгеден екен. Мына бір түрі. Оның да түрлері көп. Рожки дейді. Сұлтан макарондары, бағасын көрейік. 819 теңгеден сатылып жатыр. 1 кило 600 грамм дейді. 1 кило 600 грамм. Барлығы бірдей сатылу бағасы. Бірақ ішіндегі фигуралар әртүрлі.
Мінекей лепешкалардың да түрлерін түсіруге бел будық. Өздерінің ол да бір өздерінің салмағына қарай бағалары да жазылып жатыр. Кішкентай магнум қорапшасында қапталған лепешка нандары 70 теңгеден. Одан үлкен 145 теңге, мына бір нан 135 теңге. Міне күнде қолданылатын тағам түрлері, азық нан бағалары. Нан бағасы міне 38 теңгеден сатылып жатыр. 38 нандық ма, грамм ма? Бұл килограммдық нан, мынау. Килограмммен нандар, қараған ақ нандар. Граммға тартылады ғой? Граммға тартылған кезде, мысалға мынау 129 теңге болады. Хлеб большой черный, ағып өтіп кетті да уже. Осыны алып жүр. Міне көрермендер таразға тартылып бағасы маңдайшасына жазылады екен. Мінекей мысалы мынау 129 теңгеге бағаланып отыр. Мына нан 125 теңгеден, 125 теңгеден. Городской нандар. Мынау 100 грамм 38 теңге ғой. 100 грамм 38 теңге, ақ нан мен қара нан ғой. Міне көрдіңіздер, барлық нәрсе магнумда жейтін нәрселердің бәрі граммына қарай өлшеніп, бағалары шығып жатыр. Нан 125 теңге. Нандар қатарында да өзіміздің Түркістанның қалалық Ақжол фирмасының нандары да бар екен, пәтір нандары бағасы 117 теңге. Бөлке нандар да бар екен. Бөлке нандар Ақжол фирмасының нандары. Бағасы 173 теңгеден сатылып жатыр. Көрейік, горилланың бағасын көрейік, 299 теңге. Бөлшеден тыс ішкен денсаулыққа зиян горилланың, естеріңізге сақтап қойыңыздар. Жұмыртқалар да әртүрлі. 779 теңге, 569 теңге. 15 штук бір лотокта 779 теңге екен. 13 штук, 10 дана 569 теңге. Азық түлік дүкенінде бағалары 1990 Мінекей тәтті тоғаштардың қатарына да түсірілім жасап жатырмыз. Барлығы сіздер үшін тоғаштарды 100 граммда бағасы белгіленген. Әрбір тоғаш өзінің салмағына жараса бағасы да шыққан екен. Мына біреуі 3376 теңге, 1 келі 570 грамм салмағы бар. Бағасы 3376 теңгеге бағаланып жатыр. Сол секілді тоқаштар да өзінің салмағына қарай бағасы да мына маңдайшаларына жабыстырылған. Магнум супермаркетінің ішінде мынандай бір науқан қатары да ашылған. Науқандарда соктар сатылып жатыр. Нектар согы жеңілдікпен 409 теңге дейді. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Нектар солнечный согы. Әртүрлі жеміс-жидектерден жасалған. Мына бір екінші сок Гракио шырыны 327 теңгеден сатылып жатыр. 1 литрлік Гракио шырыны. Қазір тағы да жеңілдіктер қатарын жалғастырып жатырмыз. Мына Кока-Кола 4 данасы 895 теңгеден сатылу үстінде. Дада алма согы 3 данасы 671 теңгеден. Бүгін науқан болып жатыр. Жеңілдік. Сіздерге көбінесе жеңілдік жағын түсіретін боламын. Пепси 2 данадан бір пакет бір қорапқа кигізілген 725 теңгеден сатылып жатыр. Бұның литрін көрейік қазір. 2 литрлік 2 дана пепси 725 теңгеден сатылып жатыр. Салаттардың түрлі салаттардың қатарына келдік. Барлығын түрін түстеп, бағасын айтуға мүмкіндік жоқ, өйткені жүздеген түрлері бар екен.
экранның бетіне көрілген, жазылған бағаны өздеріңіз көріп тамашалайсыздар. Мен енді арасында бір екеуін айтып кету мүмкін, қалғандарын өздеріңіз көріп аласыздар деген үмітпен мынау салаттар қатарының түсірілімін бастадық. Қияр салаты дейді, 100 граммы 120 теңгеден. Жалпылама салаттар граммдап, 100 граммдап сатылады екен. Әртүрлі салаттың әр бағасы да салаттың түріне байланысты қойылған. Міне салат дейді. 65 теңгеден 100 граммы. Мына салат 65 теңге екен 100 граммы. Винегрет деген салаттың түрі бар екен, ол 130 теңгеден 100 граммы. Малюбу дейді, 299 теңгеден 100 граммы. Күріш, ол овощами дейді, 100 граммы 124 теңге. Паттайский, мясо паттайский 100 граммы 532 теңге. Өзіңіз көріп отқандай тамақтың да түрлері бар. Олар да 100 граммдап сатылады. Сусындардың қатарында бір түсіріп өтсек деген ой болып жатыр. Күнделікті қолданатын сусындардың бірі мына боржоми сусыны. Екі түрлі болып келеді. Олардың граммына қарай және желімдегі шишадағы болып келеді. Шыныдағы боржоми 330 грамм, яғни 399 теңгеге. Бүгінгі Магнум азық-түлік дүкенінде, гипермаркетінде, супермаркетінде осындай бағаны көрсетіп тұр. Желімдегісі 319 теңге. Мынандай банышныйдағы 269 теңгеге сатылуда. Макси чайлар да бар екен, 169 теңгеге. 0,5 деп айтамыз. Жарты 0,5 169 теңге. Жалпы қарап отырсам, басқа супермаркеттерге қарағанда бағасы өте төмен көрсеткішті көрсетіп тұр. Мүмкін жаңадан ашылғаннан кейін солай болып жатқан шығар. Әрқашанда осындай бағасы арзан бола берсін деп тілейік, дұғада болайық. Кока-кола қатары 299 теңгені көрсетіп тұр. 1 литрлік кола сусына. Пепси сусындары 1 литрлік 285 мың теңге дейді. Және кішкентай колалары бар. Жарты 0,5-тік 183 теңгеге. Кешіресіздер, жарты кола 0,5 дейді, 167 теңгеге бағаланып отыр. Тассай сусындары газдалған, газдалмаған түрлері бар. 1 литрлік 205 теңге сатылып жатыр. Мінеки көп нәрсені айта кетпем де мүмкін, бірақ жазуларына қарап өздеріңіз бағасын басқа дүкендерден салыстыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан мен жай көрсетіп кетем біртіндеп. Бес литрлік сусындар міне 390 теңге дейді. Самал ватер деген суы 6 литрлік 390 теңге екен. 369 теңгеге сатылған. Қазір 390 теңгеге мына 6 литрлік самал ватер сусыны осындай бағаны көрсетіп тұр. Мына бір вита сусыны 295 теңге бағасында сатылып жатыр. Әдеттегіше күнделікті дүкендерде кездесетін мына банаква сусының бағасын көрейік. 5 литрлік 355 теңге бағаланып жатыр. Сарыағаш сусынын көрейік. Алекс
Сарыағаш сусыны минералды 125 теңгеден. Ал Асемай 1 литрлік Асемай сусыны 99 теңгеден. Міне бүгінгі Магнум ішінде осындай бағалар бой көрсетуде. Міне кішкене тастай сусындары 0,5 133 теңге дейді. Мына бір өте кішкентай сусын 0,25 деп көрсетіліп жатыр. Мінездемесінде 109 теңгеден сатылып жатыр. Веринда сусыны 1 литрі 279 теңге. Күнделікті ішіп жүрген міне сусындар халық арасында 289 теңге дейді 1 литрлік полиэтилен. Мына бір сусынды түсінбедім, бұндай сусын мен көрген емеспін. Түсі колаға ұқсайды, бірақ джумбо дейді. Бағасы 257 теңге. Мына бір кеспенің түрі 60 теңгеден сатылып жатыр. Баширак 117 теңгеден. Мына бір түрі. Ондай ыдыстағы 165 теңгеден екен. Сатып алған адамға қандай подаркалар бар, сыйлықтар бар? Маскамыз бар брендовый, ручкамыз бар, блокнотымыз бар. Дәмін көру тегін. Бізде вареный бар, охотничий бар, копченый бар, сардельки бар. Доктор стилері бар ма сізде? Докторский бар. Бағаларын айтып бересіз бе, бағаларын? Бағалары әрқайсысы әртүрлі. Мысалға мынау ет, охотничийдің килограммы 3899 теңге. Осы шығады 1369 теңге. Осы тұрса. Осы тұрса. Сосискиіміз бар, сарделькиіміз бар. Ет акцияда қазір. Акциямен 1924 теңгеге шығады. Осы тұрса, я? Осы тұрса. Осы тұрса, 1000. Я. Дас бар еще акцияда бізде. Дермен бар. Көрсетеш? Акцион позициялар көрсет. Акцион президентская бар. Приемамыз бар акционка. Особая бар акцион. Ақшетті термен, тернистая бар. Әрқайсының бағалар әртүрлі, дәмі де әртүрлі дейсіз ғой? Иә, әртүрлі. Бізде мынау бойын акциялар, мынау термен финскийға. Термен салями деген позициямыз бар. 1829 теңге. Қай жерден жасалып шығып жатыр бұл? Тараздан. Тараз қаласынан, иә? Иә. Тараз қаласынан Дас деген фирмадан осындай колбаса түрлері шығып жатыр. Қазір бағаларын. Но бізде убойный акцияда 1162 теңге. Даста вообще болмаған ценада. Қымды бөбек, арнайы сертификат. Акция болып жатыр мына колбаса түріне. Мынау Инстаграм ма? Иә, Das Food KZ деген. Das Нижний Прайм Food KZ Инстаграмына тіркелсеңіздер, терсеңіздер, осы колбаса түрлерін көре аласыздар, неше түрлі колбаса. Және бізде мынандай ет деген позициямыз бар. Ет деген колбаса бар екен. Новинка позиция чисто говяжья, андай не. Продукция халяльная. И составының бәрі прям ет. Вкусы да ет болып тұр. Ана Инстаграмда бағалар жазылған ғой, Инстаграмда бағалары жоқ, бірақ каждый маркетке барсаңыздар осындай ценасымен ценнигі бар. Біздің продукция бар жерде сондай ценниктер бар. Өздері өлшеніп қойған. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Рафаэлло тәттілері қазір бағасын көреміз, 1359 теңгеге бағаланып отыр. Оның грамын мен біле алмадым. Және 1489 теңге. Домалақ Рафаэлло. Және 4-1 қораптағы Рафаэлло 1359 теңге. Бүгінгі Магнум магазинде сатылып жатқан бағалар. Мерси тәттісі 5969 теңгеге бағаланып отыр. Және кішкентай қораптағы Мерси 1595 теңге. Әртүрлі кәмпиттер, тәттілер бар. Мына бір қатар. Бұл өздеріңіз белгілі йогурт қатары
Bunun da бағалары әртүрлі, 89 теңге, 115 теңге, 95 теңге әртүрлі. Оның сапасына байланысты 117 теңгеден бағаланып тұр. Мына бір нежный йогурты 129 теңге бағаны көрсетіп тұр. Өйткені йогурт алмайтын отбасы жоқ шығар, барлығының бала шағасы бар. Сондықтан бұл йогурттарды түсіруге әрекетіміз жасадық. Шампундар қатары Head Shoulders 929 теңгеге бағаланып тұр бүгінгі таңда. Оның үлкен Head Shoulders'ның бағасы 1629 теңге көрсетіп тұр. Одан да үлкен Head Shoulders қорабындағы шампун 2116 теңгені көрсетіп тұр. Яғайында көптеген шампун түрлері бар. Олардың бағасын көрсету мүмкін емес. Сондықтан бірен сараң күнделікті қолданып жүрген шампундарды бағасымен көрсетіп жатырмыз. Сонымен қатар сабындар да бар. Palmolive сабындары. Олардың да бағасы әртүрлі, көлеміне қарай 284 теңгені көрсетіп тұр. Бұл қатарда да әртүрлі сабындар бар. Сейвгүрт сабыны 210 теңгеден. Біз енді күнделікті қолданып жүрген сабындарды көрсетіп жатырмыз. Бұл Magnum дүкенінде көптеген біз көрмеген әртүрлі брендтегі сабын түрлері бар. Magnum'де осындай құрылғылар атқарады. Кез келген заттың штрих-код арқылы сканерге өткізіп бағасын біле аласыздар. Осы секілді сабат жасайтын қосындысы 235 теңгені көрсетіп тұр. Осындай құрылғылар жұмыс атқарады. Бұл алушыларға өте қолайлы құрылғылардың бірі. Мұнда Magnum'да носкилер де сатылып жатыр. Әртүрлі брендтегі носкилер. Олардың атын айтып түрін түстеу мүмкін емес, өйткені оның саны көп. Біздің таныс носкилер бар. Мына жерде Limex деген носкилер 530 теңге, 39 теңгеден 539 теңгені көрсетіп тұр. Өздеріңіз көргендей. Және 805 теңге, 530 теңге, 255 теңге. Мына біздің күнделікті көріп жүрген Limex носкилер әртүрлі бағада сатылып жатыр. Және бұдан басқа неше түрлі, әртүрлі брендтегі носкилер бар. Міне достар, біз Magnum ішіндегі азық-түлік бағаларын біршама шолып өттік. Біздің арнадан қандай видео көргілеріңіз келеді, біздің комментарияға жазып қалдырыңыздар. Біз сіздердің сұраныстарыңызды орындауға әрқашанда асықпыз. Ендігі келесі видео біз Түркістан қаласындағы сатылатын жерлерді түсіретін боламыз. Және жаңа районда салынып жатқан үйлерді бағаларын, ол үйлерді қалай алуға болады, қандай жеңілдіктері бар, сол туралы түсіретін боламыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, біз сіздер үшін әрқашан қызмет жасай беретін боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.